баса жібере қоямыз қа. Мұстап жүр, аса жүр, аса. Мен ата-бабам шынжыр істеп келатыр да, бұл қобыз деген нәрсені. Келатқан нәрсе де ата-бабамнан, ескіден. Мен өзім бабамның аты Жақсымұрат, ондан кейін Қожамұрат, ондан кейін мен әкем Атамұрат та. Соғуды мен әкемнен үйрендім да. Мен сол кішкентайымнан сол әкем бірге қасында отырып, есім танығалы беріп, бірге соны істеп, түрлі сырларын үйреніп, тарларды тарлауды үйреніп, ағашты қай уақытта кесуді, қай уақытта ағашты сайлауды үйрендім да мен әкемнен. Бұл ағашты мынадай қылып өлшемін алып, өзінің сондай қылып сызып аламыз жақсылап. Өзінің өлшемі, әзірге жыраулардың шеріп жүрген өлшемі да, мына қобыздың. Сонымен мінекей баламыз екеуміз ойғасып отырып ішін ала береміз. Бұл екі күн анық отырсаң алып шығасаң, мынау бірінші қатар алу. Мынау да әстен ала береміз мынадай алып. Мына дәрежеге келет алынып та, мына дәрежеге. Сөйт, бұның астын болды ғой бұл. Жаңадай үшкөркі, наждакларменен сыртын бұның жақсылап жылтыратып, адам көрген кезде өзіне тартатындай қылып не? Жақсылап жырауларымызға ұнайтын етіп, шығарып болғаннан кейін, бұның астын түйенің мойын терісімен қаплаймыз. Бұл мойын теріні қараүметтің дүзі бар. Соған салып, суға салып қоямыз. Кейін бұның асты бетін аударып, бұның бетін тазалаймыз. Жақсылап, нәшелеп отырып. Тері қақсап, жарылып кетпеу үшін кітті ішінде майын қалдырамыз да, түйенің майы бар ма? Олар қалады ішінде. Кітті де көп емес. Бұл түйенің терісінен басқа тері болса, дауыс оңға шықпайды. Әзір дәсталыларды 5 сағат, мысалы 2 сағат айтқанда, әр уақытта тартып бара береді ғой. Сол ауырлық 200 бола келеді екен. Түйенің терісі деген сол кесілмейді да. Малдың терісі болса, жыртылып кіріп кетеді. Ешкінікі қойдық болса сірә кіреді. At berdi han atağına ton berdi han atağına hanның atını minsene hanның tonunu giysene kayt yedigi kaytsana baytal bölüp alsana paytak bölüp alsana altın takka minsene patçalık davranı sürsene ye. Tübedine sen söp, atana kulluk yetsene, kayt yedigi, kayt Дәстеге өтеміз да, дәстеге. Бұнан өзінің өлшемі бар. Бойы 44 санты болады. Сондай қылып өлшеп, мысал несін аламыз. Ярым тайым болған дәстесі де, ярым елі бұған тар өткізетін
несі бар жаңағы, орны бар. Тар өткізетін да, мына жерден өткіземіз мысалы. Міне тесілді да бұл. Бұл тардың өткізетін орны мысалы. Точно жаңағы 100 қылшығымыз ұсыннан өре керек тардан. Қобыздың өзімнің знак дейді ғой. Мынадай қарақалпақша өзімнің знагым бар. Қатты ашу келді. Әсінің аты тершілді, әсінің киімі кіршілді, кіршілі киімі кимеймені, сен дейін залым менені, шәһәрге қайтып бармайманы, ханның айтар сөзі емес, естітер менен гәп емес әйе. Кенжем байы, қамшы түйерім мойныңа, қан сорғалары қойныңа, мен төбеден түскен соңы. Қарлау процесі болып жатыпты да. Енді ол ескі заманлар мысалы сым болмаған, темір болмаған ғой. Сол қаппанға да аттың құйрық жалынан қаппан істегенде естемем мен. Енді бұны суға салдық, бұны жібіттік те жудық. Мысалы енді аттан келгеннен кейін мысалы адамның шашынан жуады ғой. Сондай таза қылып салсаң, таза болған сайын жақсы шығады да қобыз не. Бұны енді үштүклеп санаймыз мысалы. Бір жағы мынау енді 100 болу керек та. Әкем 75 қылшықтан салатын еді да. Енді әзір мынау экология дейміз бе, аттың құйрықларын баяғыдай емес та. Сотарлар жоқ та әзір аттың не. Сондан кейін біздер зиятлау саламыз. Мысалы кішкентай балаларға үйретуге алса, мінерден алып кетсе, ояққа барып, енді кішкентай бала білмейді ғой мысалы, енді үйреніп жатқан балалар. Сол кездер тартып, үзіп алу жағдайлары келеді да. Сол күннен кейін бізде сәл зиятлау саламыз. Қобызды ітібарға алып жатқанына өзім енді біздер екі ұстамыз ғой, ағалы інілі да. Мен қуанышламан да, суаққа шекем енді ітібарға алынбаған ескі уақытлары. Сол уақытлар бізде бала болғанбыз, білмедік та. Мен әкем сол уақытлар соққан, сол кезде жоқ болып кеткен да көбінесе не. Бұрынғылары енді ұсталар болған мысалы. Ітібар беріп, мысалы, сол ЮНЕСКО-ге ағза ітібар беріп, сол бәрі неғанда мен өзім қуанышламан негізді. Бұл тарды сөйтіп тартамыз. Міне суға бақ деп күніменгі айтып жаңағы машқұр дейді ғой сілерде. Қатты мынау ата-бабамыз мысалы бұрын бұны қаледейник қылбан пайдаланған да. Қатығын үстін құйып қойса, сая жерге қойса, қадымғы әзіргі уақытлар мұзлатқыш қаледейнигіміз осы ескі заманда осы болған. Бір жағынан бұныңа менді мысалы торлап піскенін аласаң, мысалы піскен уақытлар алып, бұныңан дауысқа қатынасы бар шығуға не. Сол шала піскені болса, я сынып кетеді, я дауысы басқаша қырылдаңқырап, адамның тамағы ауырғандай болып, сондай болып шығады бұл не. Тайым болған енді қобызымыз. Қалесе енді бұны ағам бар, екеуміз істейміз да біздер. Енді олан бір 10 бала, менен бір 10 бала таярласам, оған шекем жаулар шықса, енді давамлап соқса, сондай ойым бар да өзімнің. Бұл зат енді суаққа шекем біздерім, мен өзім 7-ші класстан бері әкемнің қасында отырып, соғып, неғам уақытлары, бұл енді ондай дәрежеде ітібарға алынған жоқ еді. Қызыл, молодец. Бақ сүтін ол берген ай, анауда дәркәрі жегітке болды. Түсіндік қоя, әні кейін қосыққа өтейік. Кейін қосық қандай еді үйрен отын қосың аты қандай? Қайсында сізді үйрен отын?
Молодец, мәспет жадасың ма? Ана? Басыңыз, ай, Әне ерте айым заманда ол заманның қадірінде енді әне ерте әйем заманда сол заманның қадемінде Қарақалпақ халқында кенегес деген ұруда деп айтасың ма? Асықпай айтамыз. Әрбір сөзге теңеу керек.